Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз шоколадно-медовый торт жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, бағалап кетіңіз. Ең алдымен ыдысқа әселді салып ерітеміз. Әсел ол мед. Осылай көпіршіген кезде үстінен соданы саламыз. Тағы да жақсылап тез-тез араластырамыз. Соданы салғаннан соң осылай көпіріп, түсі өзгеруі қажет. Осылай түсі қоюланған кезде үстінен сары майды салып, тағы да тез-тез араластырамыз. Сонымен бізде біркелкі көпіршіп масса шығуы қажет. Енді оттан аламыз. Одан соң жұмыртқаға қантты салып, венчикпен араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстінен осы әселді ыстықтай құямыз және жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде қант еріп кетуі қажет. Енді үстінен ұнды саламыз және де какаоны салып, тағы да жақсылап осы венчигімізбен араластырамыз. Бізде дәл осындай біркелкі қою масса шығады. Енді формамызды дайындаймыз. Астына пергамент қағазын төсеп, массамызды 3 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Енді жоқа етіп жайып шығамыз. 180 градуста 7 минут пісіреміз. Міне біздің бірінші коржымыз дайын. Енді қалған корждарды да дәл солай жоға етіп пісіріп аламыз. Сонымен бізде 3 корж дайын болды. Енді барлығын қағазынан алып, бір-бірінің үстіне қоямыз және де жандарын кесіп алып тастаймыз. Ол жанын кескен қамырлардан біз бетіне сеуіп қоятын боламыз. Енді тағы да ортасын бөлеміз. Сонымен бізде 6 бөлік қамыр дайын болды. Енді кремді жағып шығамыз әрқайсысына. Бұл бізде заварной крем. Кремнің рецептісін мен астына описанияға белгілеп қоятын боламын. Сол жерден көре аласыз. Заварной крем деп қалдырып кетемін. Енді бәріне жағып шығып, осылай жинайтын боламыз. Ары қарай осылай дәл видеода көрсетілгендей домалатып жинап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Тортыңыз өте әдемі болып шығады. Қалған қамырды осылай майдалап алдым. Ал енді торттың үстінен қалған кремді барлық жеріне жеткізіп, жағып шығатын боламыз. Үстінен қалған осы корждарымызды сеуіп шығамыз. Жандарына, беттеріне, барлық жеріне жеткізіп, осылай жағып шығамыз. Одан соң тоңазғышқа шамамен кем дегенде 1 сағат уақыттай салып қоямыз. Міне сонымен біздің тортымыз дайын. Кескен кезде міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі болып шығады. Дәмі де өте керемет, нәзік болып тұр. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан өздеріңіз жасап, дәмін татып көріңіздер. Қамыры өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Осы рецептімен дайындап көріңіз. Видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.